Hello everyone, сіздермен сымбат самат. Бүгін бізде 6-шы сыныптың 1-ші тоқсандағы 2-ші БЖБ-сы ағылшын тілі пәнінен. БЖБ-ның тақырыбы Helping and the Heroes. БЖБ-ның 1-ші тапсырмасы бізде reading-ға арналған. Task 1, read the text and complete the tasks below. Мәтінді оқып, төмендегі тапсырмаларды орындау керек. Greg likes to help his mom make cookies. Greg өзінің анасына тәтті печеньеларды пісірген кезде көмектескенді ұнатады. Chocolate chip cookies are his favorite. Шоколадты печеньелар оның ең сүйіктілері. His mom likes them too. Оның анасы тоже шоколадты печеньеларды ұнатады. He adds the chocolate chips to the butter. Ол шоколадты бөлшектерді майға қосады. Then he stirs them in. Кейін ол оларды араластырады. He formed the butter into balls and places them on a baking sheet. Ол дөңгелек форма жасап, оны пергамент қағазы дейміз ғой, печенье пісіретін, соған қойып шығады. His mom places the baking sheet into the oven. Анасы бұл пісіретін печеньеларды жаңағы отқа, пешке салады. When the cookies are in the oven, Greg licks the last bits of butter from the bowl. Печеньелар пеште болғанда, Greg ыдыста қалып қойған шоколадтың қалдықтарын жегенді ұнатады. He can hardly wait for the cookies to be ready. Печеньелардың дайын болғанын ол қатты күтеді. In 30 minutes, the cookies are finished baking. 30 минутта печеньелар дайын болып пісіп шығады. The cookies are hot and yummy. Печеньелар өте ыстық және дәмді. Тапсырмаларына назар аударатын болсақ, answer the questions, яғни сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ, what kind of cookies are Greg's favorite? Грегтің сүйікті печеньелары қандай? Chocolate chip cookies, шоколадты печеньелар. Екінші сұрақ, what does he do when the chocolate chips are in the butter? Шоколадты бөлшектер майға салынғаннан кейін ол не істейді? Жауабы, he stirs them, араластырады. Келесі үшінші, where does he place the balls of butter? Дөңгелектеп формалап алғаннан кейін ол оларды қайда қояды? On a baking sheet, яғни пісіретін пергамент қағазына. Келесі төртіншісі, choose the correct answer дейді, яғни дұрыс жауабын таңда деп тұр. What is the best name for this text? Бұл мәтінге арналған ең жақсы атты таңда. Біріншісі cookie dough, екіншісі making cookies. Осы B вариантын таңдаймыз. Making cookies, яғни печенье пісіру деген жақсы сәйкес келеді. БЖБ-ның екінші тапсырмасы writing-ға арналған. Task 2, write about your Sunday household chores. Яғни өзіңнің жексенбілік үй жұмыстарындағы міндеттеріңді жазуың керек. Follow the steps for writing, яғни жазу үшін мына қадамдарды пайдалансаң болады. Write one sentence about Sunday. Жексенбі туралы бір сөйлем жаз. Write what household chores you can do at home to help your parents or elderly people. Сен өзің үйіңдегі жасы үлкен адамдар немесе ата-анаңа көмектесу үшін не істейсің, қандай міндеттер атқарасың, соны жаз. Write about your feelings after help. Көмектескеннен кейінгі өзіңнің сезіміңді жаз. Explain why it is important to help people. Адамдарға көмектесу неліктен маңызды екенін түсіндір дейді. Мен өзім сіздерге мысал ретінде бір эссе дайындадым, яғни жексенбілік үй жұмысындағы міндеттерім туралы. Қазір осыны оқып сіздерге аударып беретін боламын. Сіздер бұл эссені ұқсатып, осы эссеге ұқсатып, осы эссені үлгі ретінде алып, өзіңіздің үйіңіздегі міндеттеріңізді үй шаруасына қалай көмектесесіз, ата-анаңызға, үлкен ата-әжеңіз болса, соларға қалай көмектесесіз, көмектескеннен кейін қандай сезімде боласыз деген сияқты тақырыпта эссе жазуыңыз керек. My parents are often tired and I must take care of them. Менің ата-анам көбіне шаршаңқы, сондықтан мен оларға көмектесуім керек. Everybody is happy when the home is always bright and clean. Үй тап-таза жинақы болса, әрбір адам бақытты болады. Day after day I can have fun when I do my household chores. Күн сайын мен өзімнің үй жұмысындағы міндеттерімді орындаймын. I sweep the floor, tidy my room, clean the shoes, dust the furniture, make food myself and do every kind of work. Мен еден жуамын, бөлмемді тазалаймын, аяқ киімдерді тазалаймын, немесе мысалы жиһаздың үстіндегі шаңды сүртемін, өзіме тамақ дайындаймын
және басқа да жұмыстарды істеймін. It's not easy to do every kind of work at home, but I can learn to do everything myself. Барлық жұмысты орындау оңай емес, бірақ мен өзім үшін осыларды жасап үйренемін. When I do my household chores well, everybody in the family is happy. Мен үй жұмыстарын орындағанда үйде бәрі бақытты. If I have a holiday party at home, I can help my mother and the grandmother a lot. Егер менде демалыс болса, мен әжем мен анама өте көп көмектесемін. How happy mother is to see everything bright. Әр нәрсе тап-таза болып тұрса, менің мамам қандай бақытты. It's a nice present for my parents to tidy the house. Үйді жинап қою менің ата-анам үшін үлкен сыйлық. It's wonderful to make people happy. Адамдарды бақытты ету керемет. If I have time, my mother asks me to go to shop. Егер менде уақыт болса, анам мені дүкенге алып баруға өтініш жасайды. I go there and buy bread, eggs and sugar. Мен ол жерге барып, нан, жұмыртқа және қант сатып аламын. Very often I go to the market with my mother. Мен анаммен бірге көп барамын, яғни жаңағы базарға, магазинге. We buy some vegetables and fruits. Біз көкөністер, жемістер аламыз. Then I help my mother to carry them. Кейін мен оларды үйге жеткізуге көмектесемін. My mother cooks well. Sometimes I help her when she makes cakes. Менің анам тамақты өте жақсы дайындайды. Кейде ол торт пісіргенде мен оған көмектесемін.